Тыңдармандарым, шармалған тағдыр 39-40 бөлімдері. Мәжиденің температурасы көтеріліп, мазасы қаша бастады. Сол кезде қазым жоғарыға көтеріп бөлмеге апарып жатқызды. Ясемин ауруханада, яғни Ахмет күтіп отыр оянғанын. Дәрігер келіп, Ахмет мырза бүгін есін жимайтынын айтты. 2-3 күн ұйықтата тұруымыз керек. Жүрегі тоқтап қалама деп қорқамыз. Сіздер әуре болмай қайта беріңіздер деді. Зафир, Берен ханым, тынығып демалыңыз, үйге қайтыңыз деді. Бұны өзің айтып жатсың ба, әлде қазым айтқызып жатыр ма деді. Жиһангер болса, апа ағамның бұл жүрге не қатысы бар? Сізге демалу керек, тынығу керек деп Берен ханымды үйге алып кетті. Нермин болса, жаңалықтарға Мәжиде туралы ештеңе шықпады ғой. Демек қазым ештеңеге жол бермей отыр ғой деді. Нермин барлығына хабарласа да ешкімді қолынан ала алмады. Қолы жарақаттанып, қолы ауырып әлек. Ал Мәжиде болса, Қазымның жасырып қойған үйінен қашуға мәжбүр. Бірақ Қазым оны ешқайда жібермей отыр. Күзетшілеріне терең тапсырып қойған. Қазым, мен бұл жерден кетіп, өз кінәмді полицияға барып мойындауым керек, деді. Жоқ, Мәжиде болмайды, деді. Болмаса мен Ахметке апар. Ахметті көріп, мен барлығын есіме түсіретін шығармын. Не болған есімде жоқ. Болмайды, Мәжиде болмайды, деді. Сонда да Қазым бой бермейді. Мәжиде екеуі бір-біріне бой бермейді. Қазым, өтінем, мен Ахметке апаршы, деді. Сера Зафирді көре сала, сен қайда жүрсің, деді. Кеңседе жұмыстарымен сен не шатағың бар, деді. Көлігің офиске барған ба? Әлде офистерің компанияларын тауға көшіп кеткен бе? Дөңгелегі балшық қой, деді. Сера, араласпа, не шатағың бар, деді. Сол кезде онда мен көлігіңнен отырып көрем, көлігің айтып берсін, деді. Зафир, өзім айтам, асықпа, деді. Мәжиде Қазымға әлі де жалынып тұр. Мен өз кінәмді мойындаймын. Барып полицияға берілем, деді. Мәжиде, маған сенші, мен өзім барлығын реттеймін, Ахметке апарам, деді. Зафир болса, Сера Зафирді ойлаған үшін, Зафир, шынымен де сен мен ойлап тұрсың ба? Әлде басқа үшін бе, деді. Жаным, мен өз қатемді түсіндім. Сол себепті саған жаным ашиды. Сен ойлаймын, деді. Көліктен түсе сала Нерминге хабарласып, Нермин, Мәжиде барлық болған жағдайды есінен ұмытыпты, деді. Солай ма, деді. Оңбаған, Мәжиденің кінәсі Ахметке болған жағдай, деді. Ал Берен ханым әлі де Мәжидені кінәлап отыр. Сол қыздың кесірі болмағанда, отбасымызға сол қыз келгелі күл талқаны шықты ғой. Менің көзім тірі тұрғанда, менің отбасымды ешкімде бұза алмайды, деді. Бірақ Жиһангер Мәжидені қорғап, ана, Ахмет те жетісіп тұрған адам емес, Ахмет үлкен адам. 50 килограмдық қыз оған не істей алады? Туған күнге келмеймін деген қыз, келмеймін деген Ахмет аяқ асты келіп, оны балконға шақырып алды. Демек, Ахметтің де кінәсі бар. Сара Шермен ханымға келіп, табылмады ма, деді. Жоқ, табылмады, деді. Қызымды іздей алмадым. Жақсы ана бола алмадым. Ол бәлішті ұнататын еді. Ана маған бәліш деп берші, деп күнде айтатын, бала күнде. Ал мен ұмытып кеттім, дейді. Ал ол мен ойлап, ана мен жегім келіп тұрған жоқ, дейтін. Қазым Мәжидені ауруханаға апарғысы келмеді. Сені біреулер көріп қойып, полицияға хабарлап, өз қолымен сені полицияға апарғым келмейді, деді. Қазым, мен апар, болмаса өзім түсіп барайын, деді. Жарайды, апарамын, деді. Берен Сараға жақсы ана бола алмағанын әлі де айтып отыр. Шермен ханым Сараға, мен жақсы ана боламын, қызымды іздеймін, деп кетті. Сара ол сөзіне риза болды Шерменнің. Нермин өтіріктің болмағандай Берен ханымға келіп, анашым, не болып жатыр өзі? Ахмет тез сауығып кетсін, деді. Шермен келіп, менің қызым қайда? Қызымды шашырып отырсыңдар.
Ахмет оған бірдеңе естіген. Сендер сөйтіп шастырып отырсыңдар деді. Құдай-ай, мынау не дейді? Мен полицияға хабарласам деді Шермин. Хабарлассаң хабарлас. Ал мен хабарласып айтайын десем, Қазым мені тоқтатып мұрша бермей отыр деді. Сен әйелдің де кінәң бар деп Нерминге жармасты Шермин. Ал алдынан Жиһангер шыққан кезде мен сендерге көрсетем. Сендерді полицияға барып айтам деді. Жоқ, Шермин ханым, тоқтаңыз. Полицияға апарсаңыз бәрі масқара болады. Мәжидені Қазым шастырып отыр деді. Ал Мәжиде Ахметке келіп біраз жайтты есіне түсірді, бірақ толық емес. Егерде мен кінәлі болсам, сенің өліп кеткеніңе де ішім ашымайды деді Мәжиде Ахметке. Сөйтті де Қазымға келді. Адвокатпен сөйлесті. Адвокат: сізге Ахметтің күш көрсеткен жайлы дәлелдер жоқ. Демек, сіз өз күшіңізбен берілмесеңіз, жазаңыз ауыр болады деді. Жарайды, сау болыңыз, Алла жеңілдігін берсін деді. Сол кезде Ясимин Мәжиде мен Қазымның ауруханада жүргендерін сыртынан байқап қалды. Сөйтті де анасы Берен ханымға хабарласып: ана, ауруханада ағам мен Мәжиде жүр деді. Сені көрмеді ме деді. Жоқ, көрмеді. Ендеше артынан аңдып қай жерге дейін барады екен. Соны маған айтып отыр деді. Жарайды ана деп өшірді. Жиһангер Шермен ханым үйіне жеткізіп, оның бетіне сүйіп кетті. Ал Шермен ханым не болғанын түсінбей қалды. Нермин болса сұлуланып, қымбат қонақ үйге келіп, жақсы жерден орын алды. Ол рахаттана қыдырып жүр. Қазым болса Мәжидені барынша түрмеге апармауға, өз еркімен берілмеуге көндіріп жатыр. Бірақ Мәжиде көнбеді. Қазым, сен қайда апара жатсың? Мені өтірік көлігіне отырғызып алдың ба? Мені полиция қызметкеріне апар. Мен бар кінәмді мойындайын деді. Жоқ, Мәжиде, олай болмайды. Мен бір шешімін табам деді. Ал Ясмин болса Қазым мен Мәжиденің артынан аңдып келе жатты. Олар қайда баратынын артынан келді соңына дейін. Көліктен түсті, бірақ Мәжиде қашқысы келіп тұр. Ал Ясмин болса олардың махаббатына таңданып тұр. Қазым Мәжидеге маған күш көрсетуге мәжбүр етпе. Сөйтті де Мәжидені көтеріп үйге қарай кіргізді. Ал Мәжиде болса айқайлап: мені жібер, Қазым. Сен мені бағындырғың келе ме деді. Я, бағындырғым келеді, айтқанымды істеткім келеді. Неге түсінбейсің Мәжиде? Мен сені қорғағым келеді. Тек жақсы нәрселер ойлашы деді. Сөйтті де Қазым кетіп баратқанда Мәжиде терезеден ұрып: Қазым, өтінем кетпеші, мені тастамашы деді. Мәжидеге бір соңғы рет қарап тұрғандай кетті. Ясмин олардың қайда екендерін, махаббаттары өте керемет екендіктерін айтты. Қандай махаббат, басын айналдырып алған ол қыз деп ашуланды. Ана, сіз неге үндемей отырсыз? Үндемегеніңіздің артында бір дауыл бар деді. Мен жуынып шайынып алайын, сосын жақсы болам. Қызым, сен бара бер деді. Сафер Қазымның компаниясында, яғни Қазым барлық аурухана, барлық дәрі-дәрмектер орнын Жиһангерге тастап кетпекші. Жиһангер келіп: не болып жатыр? Тыныштық па деді. Жиһангер: кел деді. Жиһангер: аурухана мен компания барлығы, дәрі шығаратын зауыт барлығы сенікі, барлығы сенің атың аударам деді. Аға, не болып жатыр? Түсіндіріп айтшы маған. Не жағдай деді. Мен Мәжидені қорғауым керек. Сенің туған күнге Мәжиде келгісі келмеген, бірақ мен Мәжидені күшпен апардым. Демек оған мен кінәлімін, мен жауаптымын деді. Ал Ясмин болса жанға келіп бар жағдайын түсіндіріп жатыр. Мен қорқам, жан. Неден қорқасың деді. Анамнан айырылып қалудан деді. Менің анам тек ұлдарын ойлайтын сияқты емес, ойлайды деді. Жүр кеттік Ясмин, көңіл көтереміз деді. Қандай көңіл көтерген? Мен көңіл көтеретін жағдайда емеспін деді Ясмин. Жиһангер болса ағасына: аға, мен қиналғанда мені кім жұбатады деді. Қазым: өзіңді өзің жұбатасың деді. Фильмнің жалғасы бар, арнама тіркелеміз.